Мақта қыз бен мысық ертегісі. Ертеде мақта қыз бен мысық өмір сүріпті. Ол екеуі бір үйде тұрып дос болыпты. Мақта қыз бір күні үй жинап жүріп, бір мейіз тауып алады. Содан соң мақта қыз мысығын шақырады. Мысығым, 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 мысығым. Мысығы келмейді. Келмесең келме, деп мейізді мақта қыздың өзі жеп қояды. Жеп болған соң мысық келіп, мақта қыз, мені неге шақырдың? Дейді. Мақта қыз мысықты не үшін шақырғанын айтпай қояды. Сонан соң мысық, ендеше қатығыңды төгемін, дейді. Ал мақта қыз, сен менің қатығымды төксең, мен сенің құйрығыңды кесіп аламын, дейді. Мысық мақта қыздың ескерткенін тыңдамай, қатығын төгіп жібереді. Мақта қыз қатты ашуланып, мысықтың құйрығын кесіп алады. Ал мысық, апа, құйрығымды берші, дейді. Мысық, сен менің қатығымды қайтармайынша, мен сенің құйрығыңды бермеймін деп айтады. Мысық қатық іздеп үйден шығып кетеді. Жолда келе жатып, бір сиырға жолығады. Сиыр, маған қатық берші. Сиыр, менің қарным ашып тұр. Маған жапырақ әкеліп берсең, мен саған қатық беремін. Мысық жапырақ іздеп тағы да жолға шығады. Жолда ағашқа жолығады. Ағаш, жапырағыңды берші. Мен шөлдеп тұрмын. Су әкелсең, жапырақ беремін. Мысық суға бара жатса, жолда су әкеле жатқан қыздарды көреді. Мысық қуанғаннан қыздарға барып, қыздар, маған су беріңдерші, өтінемін. Қыздар оған, бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз, мысық. Мысық сағыз алу үшін дүкен іздеп жолға шығады. Кенет алыстан бір дүкенді көзі шалған мысық дереу дүкенге қарай бет ала жөнеледі. Мысық дүкенге кіріп, дүкенші апайға қарап, апай, маған сағыз беріңізші. Дүкенші ойланып тұрып, менің дүкенімде жұмыртқа таусылып еді. Жұмыртқа әкеліп берсең, мен саған сағыз беремін. Әбден шаршаған мысық жұмыртқа іздеп бара жатып, жолда тауықтарға жолығады. Тауық, маған жұмыртқа берші. Тауықтар, қарын ашып тұрып, бізге дән әкеліп берсең, біз саған жұмыртқа береміз. Енді не істеймін деп басы қатқан мысық жолда кетіп бара жатса, бір ін қазып жатқан тышқанды көреді. Дереу мысық тышқанға бас салады. Жаныңның барында айт, үйіңде не бар? Тышқан қорыққаннан, үйімде бір табақ тары бар. Сол бір табақ тарыдан бір уыс тары алып кел. Жарайды. Тышқан үйіне барып, бір уыс тары әкеліп береді. Мысық тарыны тауыққа береді. Тауық жұмыртқа береді. Жұмыртқаны апарып дүкеншіге береді. Ал дүкенші сағыз береді. Сағызды апарып қыздарға береді. Қыздар су береді. Суды алып ағашқа құяды. Ағаш жапырағын береді. Мысық жапырақты алып сиырға береді. Сиыр жапыраққа тойып алып
қатық береді. Мысық қатықты алып қуанып кетеді. Сонымен дереу үйге барып, мақта қызға қатықты береді. Мақта қыз жарайды деп құйрығын береді.